Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен бүкіл интернет бойынша хит болып жүрген осы арабский плов маклюбені жасаймыз. Маклюбе тағамын дәл менің рецептіме жасасаңыздар, осындай дастарханға тартқандарыңызда өте керемет әдемі көрінеді және дәмді болып шығатын рецепті ұсынып отырмын. Менің қандай әдемі болып шыққанын қараңыздар, қонақтарыңыздың таң қалатыны сөзсіз. Бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен бізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Дана пияз, 300 грамм ет, бір дана сәбіз бен картоп және күріш қажет болады. Көп май құймаймыз, жарты пиала шамасында май құямыз. Және осы майға картоптың барлығын салып, бір жағын қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Көп картоп алудың қажеті жоқ, бір үлкен картоп болса жеткілікті. Жағы жақсылап қуырылған соң, екінші жағында дәл солай алтын түстес болғанша әдемі етіп қуырамыз. Жоғары отта қуырып ала берсек болады, барлығы қуырылып болған соң бөлек ыдысымызға саламыз. Барлық картоптарымыздың барлығын салып алдық. Енді гүлді етіп кесілген сәбіздерімізді де екі жағынан қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Артық май құймаймыз, артық май құюдың қажеті жоқ. Барлық көкөністеріміз осы майда қуырылады. Егер картоп пен сәбізді осылай гүлді етіп кесіп алатын болсақ, оны тарелкеге салған кезде өте әдемі ерекше ет болып көрініп тұрады. Сәбізді де екінші жағынан қызартып қуырамыз, барлығын қуырып алдық. Үшін барлығын алдын ала майға қуырамыз, өйткені жартылай дайын болу үшін. Сәбіздің барлығын алдық, енді дәл сол майға етті салып, қып-қызыл етіп қуырамыз. Орташа отта 4-5 минут қызарғанша қуырамыз. Етті 4-5 минут қуырған кезде өзінің сөлі шығып әдемі болып қуырылады. 4-5 минутта осылай дәл екі жағынан қып-қызыл болып қуырылды. Енді дәміне қарай бұрыш және тұз саламыз. Оттың астын баяу етіп қойып, жарты пиала су құйып, 20 минутқа ет піскенше бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысқа 2-3 ас қасық сұйық май құйып, жоғары отта күрішті 3-4 минут осылай қуырып аламыз. 700 грамм күріш алдым. Күріштің мөлшерін өз отбасыларыңызға қарап жарты килограмм немесе 1 килограммға дейін алсаңыздар болады. Күріштің үстіне 1 бокал бөлме температурасындағы су құямыз. 1 шай қасықтай куркума саламыз. Үстінен тағы да 1 бокал салқын суымызды құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды осы күрішке әдемі етіп өз мөлшерінде салған дұрыс. Енді бетінің барлығын тегістеп, жоғарғы отқа қойып, күріштің суы тартылғанша күтеміз. Жоғарғы отқа қойған кезде күріш өзінің бойына бүкіл суды сіңіріп алады. Суы мінекей тартылды, енді барлығын ортаға жинап, көрсетілгендей күріштің барлығын ортаға жинаймыз. Күріштің ортасынан қасықпен бірнеше жеріне тесікшелер жасап шығамыз. Солай күрішті 15 минутқа бұқтырып қоямыз. 15-20 минуттың ішінде біздің етіміз де күрішіміз де дайын болып шықты. Өзімізге ыңғайлы асты қалың қазанды немесе кастрюляны алып, барлығын видеода көрсетілгендей кезекпен жайғастырып шығамыз. Ең алдымен астына пиязды қоямыз. Пияз осы тағамның асты күймей пісу үшін ең бірінші қойылады. Пияздан соң етті салып аламыз, барлығын осы жерге саламыз. Әдемі болып көріну үшін осылай картоптарды дөңгелетіп жан-жағына қойып шығамыз. Оның араларына сәбіздерді қойып шығамыз. Қуырылған көкөністердің барлығын салдық. Күріштің тең жартысын саламыз. Тарелкеге тартқан кезде күріштеріміз шашырап кетпеу үшін жартысынан осылай қасықпен барлығын басып шығамыз. Тағамдарыңыз пісіп, оны дастарханға тартқан кезде күріштеріңіз шашырап, жан-жаққа бөлініп кетпеу үшін осылай күрішті екіге бөліп және үстін басып салған дұрыс. Сонда өзіңіз тағамыңыздың әдемі болып шығатынына сенімді болып тұрасыз. Тағамды асты қалың кез келген ыдысқа жасай беруге болады. Етті қуырылған табамыздың астында маңызы қалған, соның астына жарты пиалай су құйып, жарты пиалай суды құйып шығамыз. Артық ешқандай су құймаймыз. Етін жауып, баяу отта 20 минутта пісіріп аламыз.
Кез келген көкөністер мен қияр, қызанақты жан-жағына осылай қойып, егер ұнайтын болса, жан-жағына айран құйып дастарханға тартуға болады. Егер айранды ұнатпасаңыздар, әрине қоспауға да болады. Бетіне ас көкімізді салып, дастарханға тартамыз. Көпшіліктің көңілінен шыққан бұл тағам сізге де ұнайтынына сенімдімін. Тағамыңыз ерекше және дәмді болып шықсын десеңіз, міндетті түрде менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Білдіріп отырған әрқайсыңызға шын жүректен алғысымды айтамын. Сіздермен болған салтанат, келесі видеоларымда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.